Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үгілмелі қамырдан жасалынатын өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын сүзбелі пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды ыдысқа електен өткізіп салып аламыз, және де оның үстіне какаоны да міндетті түрде електен өткізіп жіберіңіздер, себебі какаоның арасында түйіршіктері өте көп болады. Оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель, 75 грамм қантымызды және де холодильниктен алынған сары майымызды саламыз. Сары майымызды осындай үлкен үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Енді қолмен барлығын жақсылап бірге араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, барлығын осылай қолмен жай ғана араластыра отыра, жұмсақ қамыр етіп илеп шығарамыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Оның кішкене бөлігін алып, салафанға салып, морозильникке қалдырып қоямыз. Кез келген осындай форманы алып, қамырдың үлкен бөлігін салып, осылайша жайып шығамыз. Шеттерінің барлығын тегістеп аламыз. Менде форманың диаметрі 22 сантиметр. Бортиктарын тегістеу үшін осылай вилканың көмегімен кішкене басып шығамыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 500 грамм сүзбені салып, оның үстінен тағы да 75 грамм қантымызды, 2 жұмыртқамызды саламыз. Какао крахмалын және де ерітілген сары майымызды салып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп біркелкі масса болғанша араластырамыз. Салмасын салып, осылайша видеодағыдай лопатамен тегістеп шығамыз. Морозильникте тұрған қамырымызды алып, салманың үстіне барлық жеріне бірдей тегістеу шығатындай етіп, үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 50 минут шамасында пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды міндетті түрде бөлме температурасында суытып, холодильникке кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. Тек содан кейін ғана кесіңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.